Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пирожный картошка әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен печеньені блендердің көмегімен үгітеміз. Енді сгущенкаға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып араластырамыз. Массамыз 1 келі болуы тиіс. Кейін какаоны қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша орех қосуға болады. Ол үшін блендермен үгітеміз. Сұйық массаға үгітілген орех пен печеньені қосып араластырамыз. Печеньелі массадан домалақ немесе сопақша форма беріп, решеткаға орналастырамыз. Енді шоколадный глазурь әзірлейміз. Су буында шоколадты ерітіп, үстіне сұйық май мен орехты қосамыз да картошканың үстіне құямыз. Картошканы әсемдеу үшін кокосовая стружка себуге болады. Осымен картошкамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.